Тоқаевтан көмек сұраймыз. Тоқаев, көмектесші бізге, аналар шығаршы. Армысың қазағым. Қарақалпақстандық блогер Дәулетмұрат Тәжімұратовқа осындай комментарий келіпті. Шыны керек, бұндай комментарияларды көрсем қатты көтім ашиды. Қараңыздаршы, өзі қаматып отқан Өзбекстан президенті Шавкет Мирзиев емес пе? Енді ол қалай, ол қандай сен сана сезімде жаздың? Жазып отқан адам фейк аккаунтта жазып отыр. Бұл енді құлақ болуы да мүмкін, шестеркі де болуы мүмкін, бір құдай біледі. Бірақ мен өзім ойым, жалпы халықтың осындай өте төмен деңгейде тупойский понятияда жазған комментарияларын көріп, мына фейк аккаунт емес, басқа аккаунтта жазатын адамдар, мына суреті бар адамдар да жазады ғой, соларды көріп қатты көтім ашиды шыны керек. Өйткені өзі қаматып қойған президенттен қалай сен мейіріміңізді аямаңыз, Дауко жақсы жігіт дейсің, еще Дауко деп қояды, еще Дауко болып кетті Дәулетмұрат Тәжімұратов. Сол сияқты біздің Қазақстанда да мысалы Марат Жыланбаев, Думан Мұхаммедкәрім және Әйгерім Тілеужан сынды журналист, кезінде марафоншы болған ағаларымызды солар зынданға қамап қойды. Біз соларға бостандық сұраудың орнына тобыр санада жүрміз әлі. Біз де айтамыз ғой, Тоқаевтан көмек сұраймыз. Тоқаев, көмектесші бізге, аналар шығаршы деп. Сен айтқаныңмен бірдеңе өзгере ме? Шығар десе шығара ма? Сен тілмен емес, іспен істейтін жастасың. Біреуіңіздің жасыңыз 30-да, 40-та, 50-де. Бірақ ешқашан сіздер әлі нәтижеге жетпедіңдер. Өйткені бәріңіздің талап ететініңіз бостандық, олар босатып алудың жолдары немесе қалай жұмыс істеу керек екенін білмейсіздер. Өйткені араңызда құлақтар бар. Біреуге енді сеніп бастасаң, сені сатып кетеді. Сондықтан біздің қазақтар қорқақ болып қалған. Бірақ сөзден іске көшсе, бүкіл миллиондаған халықты үкімет қамай алмайды. Бүкіл миллиондаған халық егер оған бостандық талап етіп, сөзден іске көшетін болса, кешегі видеода айтқанымдай, асфальт салынуына 3-4 адам наразылық білдірсе, олар қарамайды. Миллиондаған адам наразылық білдірсе, үкімет орындауға мәжбүр. Сондықтан да ағайын, менің айтқан сөздерім, мен ақылды болғым келмейді. Тағы бір рет айтамын, мен ақылды болғым келмейді. Мынаны не үшін айтып отырсың деуіңіз мүмкін. Мен бір адамның болсын, осы айтқан шындық ащы ақиқатымды дұрыс қабылдап, сөзден іске көшсе екен, Диван Батыр болмаса екен деген менде ой бар. Сондықтан ағайын, бірігейік, бас қосайық. Ештеңе айтпаймын басқа.